Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ана тіл оқулығының 21-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақ басталмас бұрын арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырып буын. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Алматы метросы. Алматы метросы жаңа метролардың бірі. Әлемнің барлық метро бекеттері бір-біріне ұқсайды. Ал Алматы метросының бекеттері өзгеше. Ол 9 бекеттен тұрады. Мұндағы Мәскеу бекеті екі елдің достық белгісі. Алматы ақшамы газетінен алынған. Метро туралы дереккөздерден біліп ал дейді. Яғни бұны өзіміз интернеттерден көреміз. Екінші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Алматыда мекенім, мұны мақтан етемін. Метромен зуылдап, мектебіме жетемін. Авторы Әділғазы Қайырбеков. Алматы, метро, мекен сөздерінде неше буын екенін айт. Алматы 3 буын, метро 2 буын, мекен 2 буын. Яғни сөздерде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Үшінші жаттығу. Буындардан сөз құра. Кірпі, балық, аққу, торғай, күшік. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.